Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ шығатын орешки дайындайтын боламыз. Қарапайым ғана заттардан тұрады. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Ең алдымен жұмыртқамызды ақуызынан ажыратып алып, ыдысымызға саламыз. Оның үстіне қантымызды салып, венчикпен араластыратын боламыз. Егер сіздерде венчик болмаса, шанышқымен де араластыра берсеңіздер болады. Видеода көргендеріңіздей қанты сәл ерігенге дейін араластырып алдым. Оның үстіне ерітіп алған сары майымызды құятын боламыз. Сары майымыз міндетті түрде еріген болуы керек. Тағы да венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі дайындап алған ұнымыздың үстіне жарты шай қасық содамызды салатын боламыз. Оның ішіне салып, 1-2 қайра араластырып жібереміз. Соданы қопсытқышпен алмастырып алуға болмайды, яғни разрыхлительмен. Егер де разрыхлитель қосатын болсаңыздар, онда сіздердің тесталарыңыз табаға салған кезде көтеріліп, қалың болып шығатын болады. Сол себепті қопсытқышты салуға кеңес бермеймін. Келесі тестамызды жасайтын боламыз. Дайын массамыздың үстіне ұнымызды қосып, бірден қолмен де араластыра берсеңіздер де болады. Жақсылап жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Тестамызды бірден қатты күшпен басып жіберуге болмайды, себебі қатты күшпен басылған теста өте қатты болып кететін болады. Мінеки қыздар, менің тестам дайын болды, өте жұмсақ болып шықты. Енді осы дайын тестамызды целлофанмен немесе пищевая пленкамен орап, холодильникке жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Тоңазытқышқа салған тестамыз өте жақсы бірігетін болады. Мінеки қыздар, мен тестамды холодильниктен алдым. Енді осы тестаны қолмен айналдыра отырып шарик жасасаңыздар да болады, немесе видеода көрсетілгендей қысып та жасасаңыздар болады. Келесі қызып тұрған орешницамыздың ішіне сәл ғана сұйық майымызды құйыңқырап, жан-жағына жақ шығатын боламыз. Дайын болған шариктарды ішіне салып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Егер сіздерде менікіндей орешница болатын болса, абайлап жұмыс жасағандарыңыз дұрыс. Себебі ол қызған кезде бет жағы қатты қызып кетеді. Мінеки қыздар, видеода көрсетілгендей етіп қызартып алатын боламыз. Өте жұмсақ орешницамыздан оп-оңай алынатын болады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дастарханның сәнін келтіреді, өте оңай жасалады. Қарапайым ғана заттардан тұрады. Құрамын описание бөліміне қалдырып кеткендей, барлығын мөлшерімен салатын болсаңыз, міндетті түрде сізде өте дәмді, жұмсақ орешкилар шығатын болады. Орешкидің барлық бөлігін пісіріп алдым. Келесі ортасына шоколадный сгущенка жағатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, жан-жағына жағып, ортасына грецкий орех қоятын болсаңыздар, өте дәмді шығатын болады. Шет жағына жағуды ұмытпаңыздар, себебі шет жақтарына жағатын болсаңыздар, бір-біріне оңай жабысатын болады. Ортасына сгущенкамызды жағып болғаннан кейін шет жақтарын алып тастайтын боламыз. Пышақтың көмегімен шет жақтарын қыратын боламыз. Алып, сонда сіздердің орешкиларыңыз өте әдемі болып шығатын болады. Барлық бөлігін осылай дайындап алатын боламыз. Егер менің каналым ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.